Саламатсыздар ма оқушылар? Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Бүгінгі сабаққа дайынсыз ба? Иә. Жақсы. Оқушылар, бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы шоқ жұлдыздар. Бүгінгі сабақта біз тыңдалу материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап береміз. Болымды, болымсыз етістіктерді ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдана білеміз. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың басында мәтінді тыңдап алайық. Ерте заманнан айында жұлдыздар аспанды шоқ жұлдыздарға бөлген. Қазіргі кезде 88 шоқ жұлдыз бар. Көп уақытқа дейін халық жұлдыздар орнынан қозғалмайды деп жорғалаған. Аристотель заманынан бастап ғасырлар бойы жұлдызды аспан мәңгі өзгермейді деп сенген. Аспан хрусталь сфера, оның сыртында құдайлар өмір сүреді деп сенген. 16 ғасырдың соңында Джордано Бруно жұлдыздар күн сияқты аспан денелері деген пікір айтқан. Ғалымдар жұлдыздарды дүние жүзіндегі үлкен расатханалар мен астрономиялық орталықтарда зерттейді. Қазақстанда астрофизика институтын зерттейді. Неміс ғалымы Бессель аспан әлемін зерттеген. Бессель жаңа аспан денелерін ашқан. Ғалым әлемдегі бірінші астроном. Ол 75 мың жұлдыздың орнын анықтап, Коперниктің ілімін дәлелдеген. Коперник жердің дөңгелек екенін алғаш айтқан. Бессель Кёнигсберг расатханасында жұмыс істеген. Бессель 19 ғасырда ғылымды дамытуға көп еңбек еткен. Жақсы оқушылар, мәтінді тыңдады. Енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Оқушылар, сонымен аспанда қанша шоқ жұлдыз бар екен? Кім жауап береді? Аспанда 88 шоқ жұлдыз бар. Жарайсың, аспанда 88 шоқ жұлдыз бар екен, иә? Бессель қанша жұлдыздың орнын анықтады? Бессель 75 мың жұлдыздың орнын тапқан. Жарайсың. Жалпы оқушылар, сіздер қандай шоқ жұлдыздарды білесіздер? Астын шоқ жұлдыз. Қарашы, еркек, темірқазы, босаған тарасы. Жарайсың. Ары қарай. Жердің дөңгелек екенін кім айтты? Жуля? Коперник жердің дөңгелегін екенін айтқан. Иә, ең алғаш жердің дөңгелек екенін бізде кім айтты дейді? Коперник айтқан екен, иә? Ары қарай оқушылар, енді бізде мәтінмен жұмыс, дәптерімізді ашамыз. Дәптерімізді ашамыз. Екінші тапсырма. Берілген етістіктердің түбірін анықта, болымсыз етістікке айналдырды. Бұл жерде сендердің жеке жұмыс. Ортаға келіп, өздерге сөздерді алып, болымсыз етістікке айналдырамыз. Ортада болжам еді. Дайындала ойындар. Дайындаламыз. Енді қараңдар, сендерге мына жерде болымды етістік берілген. Осы болымды етістікті болымсыз етістікке айналдыру керек. Кім дайын? Мен. Бақ бер, келе ғой. Сөзің қандай? Ойлаған. Иә. Болымсыз етістікке қалай айналдырамыз? Ойламаған. Жарайсың. Бұл жерде сен қандай жұрнақты қолданып тұрсың? Жарайсың. Кім дайын? Айлин, келе ғой. Сөзіңді оқи қойшы, Айлин. Жарайсың, тезірек жазалай. Арысың, сөзіңді оқи қойшы. Ашқан. Иә, болымсыз етістікке қалай болады? Ашқан жоқ. Ашқан жоқ. Жазалай. Дәптеріңізге жазамыз, оқушылар, дәптеріңізге жазамыз. Дәптерлерді орындаймыз.
жарайсыз, барлығын шығамыз. Қандай сөз? Еңбек еткен. Жарайсыз. Қалай болады бұл? Еңбек еткен. Жарайсыз. Міне мына жерде. Келесі. Пампук. Иә, даусымыз шығарып өтеміз, иә? Зерттеген. Ары қарай. Қараңдаршы, мына жерде пампук бізде тағы да бір с әріпін тастап кетті, иә? Келе ғой. Қандай сөз? Өзгерген. Өзгерген жоқ. Асылы келе ғой. Даусымызды шығарып өтеміз, иә? Анықтаған. Жарайсыз. Кім дайын? Адина? Келе ғой. Сөзіңді оқышы, даусыңды шығарып өтеміз. Бөлген, бөлмеген. Тағы да бізде кім қалды? Сөзің оқышы. Айтқан жоқ. Айтқан болым етістігіміз, айтқан жоқ, болымсыз етістікке айналды. Жазалым. Дәптерге жазамыз. Оқушылар, жалпы бүгінгі сендерге сабақ түсінікті болды ма? Иә. Бүгінгі сабақтан сендер қандай мәлімет алдыңдар өздеріңе? Қанша шоу жұлдыз бар екеніңіз? Сөйлем айтамыз. 88 шоу жұлдыз бар екен, иә? Жердің дөңгелек екенін кім айтқан? Кім айтады? Жердің дөңгелек екенін алғаш кім айтты? Коперник, иә? Жердің алғаш дөңгелек екенін Коперник. Және де біз бұл сабақта болымды етістікті, болымсыз етістікке айналдырып жаздық. Оқушылар, сендерге сабақ түсінікті болды ма? Иә. Сабақ ұнады ма сендерге? Иә. Жақсы, рахмет.